Биыл халықаралық олимпиададан қазақстандық оқушылар 27 медаль жеңіп алды. Оның ішінде 3 алтын, 15 күміс және 9 қола медаль бар. Физика, математика, информатика және лингвистика, биология пәндері бойынша додаға түскен дарынды жастармен оқу-ағарту министрі Асхат Аймағамбетов кездесті. Естеріңізге сала кетсек, биыл президент қолдауымен зияткерлік жарыс жеңімпаздарына ұлттық бірыңғай тестілеуден өтпей-ақ жоғары оқу орнына грант алуға мүмкіндік берілген. Министр жеңімпаздарға, педагогтар мен ата-аналарға ақшалай сертификаттар мен алғыс хаттарды салтанатты түрде табыс етті. Халықаралық мектебінің түлегі Сауқеттуллах марапатталады. Енді келесі жылдарда да осы халықаралық додаларды жеңген біздің дарынды балаларымыз дәл осындай бір мезгілдік қаржылай үстемақы алады және де біздің жоғарғы оқу орындарымызға түсу үшін грант алады. Барлық осы көмек енді жүйелі түрде жыл сайын көрсетіліп отыратын болады. 20-ші жылы ғаламторда лингвистикалық тапсырмаларды есептерді тауып, оларды шешіп көрдім. Маған қатты ұнап қалды. Республикааралық іріктеу кезеңі өткен. Соған қатысып көріп, енді республикалық олимпиадасында да бірінші орын алып, халықаралық олимпиадаға да жеттім.